Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз тез дайындалатын пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетінше ұн және бір шай қасық қопсытқыш және жылы сүтіміз жылы болу керек. Осылайша ұнымызға сүтімізді аз-аздан қоса отырып, қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болған сәтте 15-20 минутқа бетін жауып тұндырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындаймыз. Салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдасаңыз болады. Менде қызылша, тәтті бұрыш және сосиска және сыр. Осыларды қалауыңыз бойынша дөңгелектеп, соломка етіп турап аламыз. Салмаларын турап болғасын, қамырымызды видеодағыдай жұқалау етіп жаямыз. Жұқа болып кетті деп қорықпаймыз. Жұқа және жұмсақ болып піседі. Осылайша противенге тегістеп жайып аламыз. Содан соң майонез бен кетчупымызды жағамыз. Кетчупта лечо деген түрі болады. Соны қолдансаңыз жақсы. Ода спецтар көп салынған. Сол себепті пиццаңыз дәмді болып шығады. Басқа кетчупты де қолдануға болады. Осылайша бәрін бір келкі етіп жағып алып, салмаларын бірінен соң бірін орналастырамыз. Барлығын салып болғансын, 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болған уақытта үстіне теркадан өткізілген сырымызды салып, тағы да 3-4 минуттай сырымыз ерігенше пеште ұстаймыз. Осылайша біздің пиццамыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осындай жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, бағалап кетуіңізді сұраймын. Рахмет.